Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін екі ғана заттан салат жабатын боламыз, банка жабатын боламыз. Яғни мінекей өте дәмді болып шығады. Дәл мен видео рецептіне қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, бастайық. Бізге қажетті заттар сабыз бен огурцы керек болады, және бізде майымыз, тұзымыз, құмшекеріміз, сарымсағымыз және осындай приправа керек болады, және уксус керек болады. Алдымен сабызымызды теркадан осындай үлкен жағынан майда етіп өткізіп аламыз. Неке барлық сабызымызды осылай өткізіп аламыз. Помидор базарда жаман қымбат екен, ужас қымбат. 5,5, 6,5 деп тұр. Сосын құрысыншы дедім да, сабыз бен огурцы алып келдім да. Содан банка жабасылайын, ең болмаса. Вермишельге, палауға, мантыге қосып жейтін қыстың күні салат керек қой. Дедім да, ең болмаса осыны жабайшы деп осыларды алып келдім. Өте оңай рецепт, сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмі де күшті болып шығады. Қалыңдағы осындай қылып турайсыздар. Неке барлығын осылай турап шығасыздар. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып кетсеңіздер болады. Осылай турасаңыздар да болады. Маған домалақ қылып тураған ыңғайлы болды. Сол үшін домалақ турадым. Барлығын осылай турап аламыз. Толық рецептісін описанияға қалдыратын боламын. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Дәмі тіл үйреді. Банка жаппай тыныш отырғаннан ең болмаса осындай салат жасап қойын дедім. Көреміз ғой, тағы да арзандайтын да помидор. Біз күн салқындасын жабамыз деп жүргенде помидорымыз ұшып кетті, масқара. Сіздерде қанша болып жатыр? Және бізде майымызды құйып аламыз. Тұзымызды, құмшекерімізді барлығын салып араластыратын боламыз. Неке осындай морковче салатын приправасын саламын мен. Дәмі деген керемет шығады. Мінеке сарымсағымызды осындайға езіп аламын мен. Сіздерде бұндай болмаса теркадан өткізе салсаңыздар да болады. Мына күшті мен 9,000 теңгеге алғам. Сарымсақтан да жер жаңғақтың дәнегін барлығын өткізе бересіздер. Үстіп қызылса свекла салаттарға не саласыз ғой? Жер жаңғақ ше. Жер жаңғақпен істесеңіздер, свекла салатты жер жаңғақты осыған үгітіп алып істесеңіздер болады. Мінеке енді суға уксус қосамыз. 2 қасық уксус қосып, мінеке 9% уксус болса, сол күйде қоса бересіздер. 9% менде уксус болмағандықтан, 17% уксус болғандықтан су араластырып, осылай құйып шықтым. Тұзын дәміне қарап сала бересіздер ғой, өлшеп. Тұз салдық, құмшекер салдық, майымызды құйдық, приправамыз салдық, чесногымызды салдық, барлығын салдық. Енді керемет салат болады. Иісі деген мұрын жарып жатыр ғой. Палаумен жесең әсіресе өте керемет болып шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. 20 минутқа жауып қоямыз бетін. Су шыққанша оға дейін банкамызды ферилеп, жақсылап жуып аламыз да. Жақсылап жуып алып, банкаларымызды ыстық сумен шайып, төңкеріп қойып қоямыз. 20 минут өтті. Енді тағы бір жақсылап суына араластырып, аст-үстін араластырып қойып қоямыз. Қолмен араластырасылайшы, филка болмай кетті. Өзіміз жейміз ғой. Су шығып қарсаңшы, күшті су шығады. Тағы да бір 10 минутқа қойып қойдым. 10 минуттан кейін тазаланған банкімізге ыстық сумен шайып ала салдым мен. Парт етпеймін негізі.
Осылай ыстық сумен шайып, өйткені уксус қосылған, атылмайды, Құдай сақтасын. Бисмилла деп бәрін салып, суын көп құймаймыз, өйткені қазір тасып кетуі мүмкін. Қасықпен басып, мінекей су көрініп тұр, болды, енді жабамыз. Қақпақтарын пока жай жауып қоямыз. Екінші банкымызды салатын боламыз. Осылай бірінші қоюларын салып аламыз, араластырып, бәдіреннен, сәбізінен араластырып саламыз. Сосын ең соңында суын құямыз. Су жоқтау екен, тағы кішкене құйып жіберейік. Мінекей су осындай бетімен болып тұру қажет. Көп құйып жібермеңіздер, өйткені тасып кетуі мүмкін. Барлығын құйдым. Ішінде приправаның бәрін салып жіберейік, өте дәмді болып шығады. Пока сәл жауып қоямыз, қыспаймыз. Яқта суымыз қайнап жатыр. Бол деп. Суымыздың ішіне трәпкі қойып қоямыз. Жамандау майлығымызды салып, өйткені банкының асты сынып кетпеуі қажет. Трәпкі қойсаңыздар сынбайды. Менікі суы көп көпші, соның жартысын алып тастайын. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және подписацияны басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі видеомды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны обязательно басыңыздар. Мінекей 20 минуттай қайнатып аламыз. 20 минуттан кейін банкымыз дайын болды. Енді қатты қысып жауып шығатын боламыз. Ауа қап кетпеуі қажет. Достар, каналыма подписацияны басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, сұрайтын болсаңыздар комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.